Сәлеметсіздер ме, жұлдызды Хайп KZ арнасының оқырмандары. Бұл каналда сіз не көресіздер деген сұрақ сізді жиі мазалай ма? Жалпы бұл каналда жұлдыздар жайлы қос лайк, бір болайық қатысушылары жайында бейне роликтер болады. Және олардың өмірінде қандай қызықты сәттер өтіп жатқаны жайлы сіздерге бейне роликте көрсететін боламын. Жалпы менің видеома пікірлер жазыла кеткен екен. Жалпы Мөлдір Мұқанова шынымен де қазір Тұрсынбек Қабатовпен ажырасқан ба, әлде жоқ па, бәрімізге беймәлім, бірақ халық ажырасты деп жатыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды тікелей пікірлер бөліміне жаза кетіңіздер. Ал енді Наркенжеге келетін болсақ, Наркенженің де дауы әлі сейілмеген сияқты. Наркенже жайлы видеодан да көрсеңіздер болады. Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, және қазақ халқы, және біздің оңтүстік облысы Көшеров Нұралхан ағамызға осы үндеуімді жариялағым келіп тұр. Мен қаншама шындықты айтқалы, сіз білерсіз, білмессіздер, көп қысымды көріп келе жатырмын. Сол қысымның ішінде біздің басшымыз, оңтүстік Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониямыздың басшысы Ғалымжан мырзаның да қаншама қысым көрсетіліп, маған концертке қатыспайсың, сенің киімің жоқ деп, және де маған махаббаттар жайында әңгіме айтып, менің ұятта болса айтайын, менің алдыма келіп отыр, мен сені иіскеуім керек деген әңгімелердің бәрінен өтіп келе жатыр. Бірақ, құрметті әкім мырза, осының бәрін сізді қолға алуыңызды өтінемін. Жалғыз мен емес, жалпы қазақтың қыздарының бәрі сондай басшылардың қол астында кетіп бара жатыр. Басшылардың қол жаулығы болып кетіп бара жатыр. Әлеуметтік желі қолданушылар, құрметті достар, әлеуметтік желіде тарап жатқан видео бойынша мен де өзімнің жауабымды бергім келеді. Мен отбасылы, анам бар азаматпын. Менің отбасыма қатты күйе жағып жатыр. Бұл заң мені де қорғайды деген ойым бар. Заң аясында сотқа шағымдандым, соттың шешімін күтейік, одан кейін барлық әлеуметтік желіге салатын боламыз. Мені жұмыстан қудалап жатыр деген мәселелері бойынша ол түкке шындыққа жанаспайтын дүние, себебі өздеріңіз әлеуметтік парақшасынан көріп жатырсыздар. Бір күні Жезқазғанда, бір күн Қызылордада тойда жүреді, ол мүлдем жұмысқа келмейді. Біздің кемшілігіміз сол жұмыста болмады деп жұмыстан шығарып жіберуіміз еді, бірақ енді біз жанашырлық танытқан жағдайымыз бар. Армысыздар. Наркенже мен бастығының арасындағы дау неден басталды? Наркенже мен сені иіскеймін дегені шампайына батты ма? Жалпы халық оған қалай қарайды? Кейбіреуі даттап жатса, кейбіреуі жақтап жатыр. Бастығының айтып тұрғаны қаншалықты шындық? Оны да алдағы видеоларда көретін боласыздар. Арнаны жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ақпараттың барлығы осы каналға салынатын болады.